Саба шерфлерiniz хайырлы olsun. Бүгін Қырым ижғалының 713 күні. Эфирде заман студияда Эльмаз Асан çalışмақта. Арби техникасының колоннасы Ақшам Ахмеджит соқақларынан кечті. Шатлардың мәліматына көре 100-ден зияды юк арабалары бронетранспортер ведигер арби техника кефе керич йөнелішті әрекет етеді. Беле олғаны кебет Неваны Русия Федерациясының Женюби округының ордусы азырлыққа кетірілді. Истиляджи девлетінің Мудафа Назиры Сергей Шойгунын білдіргеніне көре ордының арби азырлығының тешкірмесі башланды. Бұнен берабер Қара Деңіз флотының гемелері де денізді арби огренувлеріні кечірежек. Меджлис yolbaşçısı Рифат Чубаров ve Қырым татар ишлері бойынша Украина президентінің векілі Мустафа Джемилев, Авропа Шура миссия yolbaşçısı Жерар Штудман ile көрішіп кечірділер. Қатырлатамыз, Авропа Шурасының делегациясы январь 25-30 күнлері девамында Қырымда инсан ақларының олған вазиетіні тешкермек үшін бұлындылар. Миссия Қырымдаки юз берген вазиет бойынша тәфсилатлы марузаны азырлай. Ижғал етілген ярымадада Авропа Шурасының темсилжелері ерлі акимиет прокуратура векиллері Мабуз ве фальджилерінен көрішті. Қырым татар халқының лидерлері, меджлис азалары, жематчылық ве дин векиллерінен кечірген көрішуі үшін Жерар Штудман ве оның иетіне минидарлық білдірді. Айрыжа сияси Мабуз Қырым татар милли меджлис рейсінің мавины Ахтем Чигос ile өткерілген көрішуінің емиетіні де қайтеттілер. Мустафа Джемилевны Русияда фашизмнен Курешев için орденнен тағдырледілер. Бұл медальны «Стоп фашизм в России» Путинге қаршы халқара тешкіляты ишлеп чықарды. Мустафа Джемилев Украинада бұл ордені алған үшінші инсандыр. Эвелсі киборг Андрей Гречанов ве учиджи Надежда Савченканы тағдырлеген еділер. Джемилев білдіргенне көре шымдыке Русия СССРден асылында айрылмай. Долг каждого гражданина, независимо от его национальности и страны проживания, сделать свой вклад в борьбу с этим угрожающим мировому порядку злом, с российским фашизмом. Янгын нәтижесінде бұттың малк мүлкінден марум қалған қартана ярдымға мұқтач. Бұл мұнасебет еле Ислам Терек регионал меджлис рейсі Экрем Абдульвапов инсанларыны ләқайт олмайып, қартқа ярдым етмеге чағыра. Ислам Терек районының Ярка Кой Сакина Аджимуратова линея битайының евінде янгын юз берді. Оның бұттың шейлері янып кетті. Доғма Алушта райондан олған 80 яшлы линея бита Қырымға 9 сенелері қайтты. Бұтын бұл вақыт девамында ағасының берабер яшады. 2 ай евелсі ағасы кечінді. Ялыныз қалған қартананың кімсесі йоқ, шымды оғымшыларда яшай. Қартанаға ярдым етмек үшін жематчылық оның времянкасыны тамыр етмек үшін пара топламаға башлады. Қартанаға ярдым етмеге істегенлер телефон номерасы бойынша Минзатов Шейх Ислам ile бағлана білелер. Ления апа қазай қалдың оншын айта алмай. Аджимуратова Ления апа Алушта районында доғды, 33 сенесі, 90 сенесі Қырымға көчіп келді, Ярки Полядан еріп алды. Шынды бір вахия оғырады евлері янды. Бала чағасы ел хап-хапдан үйіріп, қоншылары ятып тұрайын еді олса. Бүгін очерді невбеті бізде, оның үшін бізде келді. Ялтада Қырым татарыны өлдірмеге істеделер. Қырым хаберлер аджансы білдіргенне көре, яраланғаныны Ялтадаки Масандра шер полиция бөлігінің янында таптылар. Шымды о ағыр вазиетті Ливадия хастаханесінде бұлына. Яраланғанының тапқанларының білдіргенне көре, яш инсанның башына атеш оның шақси табель силясындан açılды. Зараланған Масандра бөлігінің полициясында невбетчі оларақ çalışты. Базы мен баларға көре яш инсан ось uzun attı. Şimdilik resmi menbalar bir malumatını izatlamaylar.
Еді қою, яғни Ленина қасабасының Красная Горка көйінде Қырым татарға айыт олған ашай тюкяныны чайпадылар. Ерлі Межлесінің темсілжісінің малюматына көре, екі белгісіз шахыс Риза Аблякимының тюкянына кіріп, кіріш қапыны қапатып сатыджидан параны талап еттілер. Жинайетчілер тюкян сайыбының аяғыны пычақлаған сон оларға 10.000 рублені чықарып берді. Бұндан сон жинайетчілер Риза Аблякимовның құрсағыны пычақлап сақландылар. Яқаланған телефон вастасынен яқынларға хабер берді. Риза Аблякимов шымды хастаханеде болуна. Ерлі активистінің білдіргеніне көре жинайетчілер бұ койды яшаған Луганск шерінің қачақлары ола біле. Украин юг ордысының оператив-тактик тақымы Херсон вилаятыны патрулеті. Арбитехника ерлі сакинлерді мирах доғыра. Дазияды оғланларда. Көйлілерінің білдіргеніне көре регионда сепаратист кейфлер аз дегіл. Шының үшін бұйырны патруль етмеге ғайт кереклидер. Патруль кечерген арбилер арасында қырымлылар да бар. Зараз проводиться патрулювання нашої зони відповідальності з метою виявлення можливих диверсійних підрозділів. І, в принципі, ми зараз це виконуємо. Для мене особисто Крим – це не пустий звук, я сам з Євпаторії, тому питання повернення Криму для мене – це, як кажуть, особиста справа. Так співпало, що я зараз проходжу службу саме тут, поблизу з нашими рідними містами, з Кримом. Це і символічно, і, можливо, і так і повинно бути, що колись ми звільнимо наш Крим, будемо там, і над Кримом буде наш жовто-блакитний стяг. Қырым янтықлары Киев Бахчисарайында. Бұл милли емекні эсаснен қызлар севе, олар оны диеталы емеклер сырасына кірсетелер. Ләкин Бахчисарай қаве-хане сайыбы Руслан Эмрулаевның білдіргеніне көре, хамыр, эт ве сары яғлы емекні диеталы оларақ адландырмақ бек ағыр. Сабық бан қадими Қырым татарларының милли емеклері бойынша огренівлер кечіре. Янтык – это тот же самый чебурек. Готовится из того же теста, с той же начинкой. И принципиальное отличие в том, что янтык печется на сухой жарочной поверхности. Пропекается, после приготовления смазывается сливочным маслом. В принципе, все те же ингредиенты, но вкус кардинально отличается. Бұл нұқтада программамызны екінлейміз, ершіні қайыры бар, бұны ұнытмайық. Дайма бірлік олайық. Көрішмек үзре.